Сәлем, қалыңыз Қайырлы қалай, күн. жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, шүкір. Өздеріңіз Қош қалайсыздар? келдіңіз. Рахмет. Бүгін енді Хадиша апайдың балаларына қатысты мәселені тағы да көтеріп жатырмыз ғой, өйткені Алла бұйыртса, міне қорғаушысы да бізге қазір хабарласып отыр. Жақсы жаңалықтар болады деп айтып жатыр. Енді басқа кейіпкерлерге қарағанда сіз Хадиша апайға жақынсыз, жанын түсініп жүрсіз. Бірнеше рет үйінде қонақ болған кездеріңіз де болды. Жалпы Хадиша апайдың тұратын жерін өз көзіңізбен көріпсіз. Қайда тұрады бұл кісі? Бұл кісі ескі моншада тұрады. Ескі моншаның ғимаратында кіреберісі кішкентай бір жаңағы бөлме сияқты, одан кейін тағы ол да мүлдем кішкентай. Сосын есік алдында жаңағы темір төсек бар екен. Хадиша тәте айтады, балам қазір сонда қонып жүр, жаз ғой деп дейді. Сонда көрдіңіздер ме, олар отбасы, үлкен отбасы ғой, бір бөлмеге сыймайды. Мысалы жасөспірім қыз бар, ұл бар. Мысалы қазір жаздың Хадиша тәтенің ұлы бар ғой. Тағы да бір ұлы бар ма? Иә. Кішкентай ұлы ма? Ол 18-19-да болу керек жасы, сондай шамалас. Одан кейін мектепте оқитын қызы бар. Сосын енді жазда жолдасы күйеуі, төртеуі бірге тұрады. Жолдасы. Иә. Немерелері анда-санда келіп тұрады. тұрады. Қыздары аптасына бірнеше рет келіп тұрады екен, аха. Тұрмысқа шыққан қыздар ма? Иә, немерелері. Соны көріп, негізі Хадиша тәте оның бәрін, мысалы, тек балалардың бостандығы үшін келіп отырғансын, бәрін айта бермейді да, негізі бір басында, қара басында өте көп проблема. Алла күш қуат берсін. Мысалы, эфирдің өзінде аптасына 1-2 күн қалып қалады ауырып. Жаңағы көп нәрсені уайымдап сөйте бергеннен ішкі органдарға жаңағы әсер етеді. Біресе өт ауырады, біресе бауыр ауырады. Сөйтіп анада тіпті жедел жәрдем шақыртты үйіне. Сондай мәселелермен барлық негізі ауру уайымнан ғой, қайғыдан. Хадиша тәтеге қиын негізі. Не бауырларынан қолдау көріп отырған жоқ. Жалғыз өзі шырылдап жүр. Қатты жаным ашиды. Енді Хадиша апайымыз бүгін құжаттарында алып келген екен, қазір эфир барысында көрсетіп, мәселесін ортаға салып көтеретін боламыз енді. Иә, ол мысалы біреулер бір баласының өзі жаңағы абақтыға кеткенде шырылдайды, бұл кісінің 2 баласы, ол ешкімнің басына салмасын бұндай нәрсені, өте ауыр жағдай. Енді бұл кісі күйеуі де жаңа Семейде полигонда болған екен. Ол нәрсені де қазір эфир барысында айтып өтетін боламыз. Оның үстіне жолдасында ол кісі айтты ғой, эфирға бірінші рет шыққан кезде, ішетіні бар деп, арасында ішіп жаңағы кетіп қалады. Барлық ауыртпалық әйелде болса Хадиша тәтеге қалып жатыр. Қызы жаңағы ақылы бөлімде оқиды, оқуда. Ұлы да анада тіпті жаңағы материалдық жағдайға байланысты оқудан шығаруы мүмкін деп айтып жатты да. Енді мен қай проблемасын айта беремін, мен Хадиша тәтені білмеймін. Бір басына өте көп проблема. Енді бұл кісі сыртқа ішкі дүниесін білдірмейді дейсіз ғой? Иә, білдірмейді. Сондықтан да эфирға шыққанда көзінен жас аға береді. Өйткені ішінде мұңы зары толып қалған. Ютубта жазып жатыр. Айгерім менің әйелім болсын дегендей жар екен дейді. Айгерімнің жолдасы бар. Құдай Алла берген перзенттері бар. Сымбат не болды? Сымбаттың мәселесін кеше шығарып талқыладық қой. Менің суретім шығып тұрма? Айнұр дегенге жазып жатыр екен. Сымбат не болды? Сымбат неге болды дейді. Сымбат айтты қой. Сымбат енді тек қана сотқа арыз түсіру, талап арыз түсіру ғана қалды. Айгерім керемет әйел дейді. Ал енді балаларына қатысты, мысалға жаңағы зорланған қызға қатысты не айтар едіңіз, Айгерім? Мен енді жалпы зорланған қыз жайында сіздер негізі
Хадиша апа экөөңүз талай әңгімелесіп, талай сыр бөліскендеріңіз білем мен. Сол кезде жалпы зорланған қыз жайында не деп айтты Хадиша апай? Хадиша апай айтты, жеңілтек қыз, жаңағы үйінде тіпті әкесін тыңдамайтын қыз, темекі шегіп үйінде отыра беретін, темекіге ақша берші деп ата-анасынан сұрайтын қыз деп айтты. Ол жаңағы ондай қыздар қазір көп қой, мысалы шынымен зорланған болуы да мүмкін, бірақ жаңағы үстінен осындай пайда көрейін деп жүргенде бәлеқор қыздар көп, оны мойындау керек. Және де үлкен ұлы, әсіресе мен ойлаймын, Хадиша тәтенің нақақтан нақақ кетіп отыр. Болды, уақыт бітті екен. Рахмет. Интенсив тамақтың қабынуы мен ауруына қарсы. Проголодались? Встречайте